Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын хворостың құпия рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін ең алдымен каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың үстіне жарты шай қасық сода саламыз, біраз қасық коньяк құямыз, және де шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң, електен өтілген таза ұнымызды аз-аздан салып, араластырып тұрып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Илеп болған қамырымызды 20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Жиырма минут өткеннен соң оқтауымызбен жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа жайылған қамырымызды дәл осы видеодағыдай ашып, ұсақтап турап аламыз. Міне туралған қамырларымыз осылай болып шығады. Бұлар бір-біріне жабыспайды. Турап болған соң қызып тұрған майымыздың үстіне аз-аз бөлшектен салып, алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Міне хворостарымыз осылай болып пісіп шықты. Енді үлкендеу ыдысымызға басымызды салып, үстінен қалауыңыз бойынша мейіз, жаңғақ қоссаңыздар болады. Мен екеуіне салдым. Сосын сгущенкамызды салып, жақсылап, ақырындап араластырып аламыз. Міне қыздар, осымен біздің хворостымыз дайын болды. Кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын хворост болып шығады.
әрі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.